Ayıl керек па сізге? Қанша жастасыз? Сіз? Мен 70'te жасым. Тауып берейін ба интернеттен? Ha? Онда сіз маған адресті беру керексіз, сізге тауып беремін ғой. Мен 1956 октябрьде туылдым. Қай жылғы? 1956 октябрьде туылдым. Аха. Әйелім қашып кеткен былтыр. Соған әйел табыламадым, кебедім ауылға. Жалғыз өзім барам. Бір өзіңіз тұрасыз ба? Үйіңіз бар. Пенсия аласыз, Пенсия алам, пенсиямда алғанда 70 алам. 70 мың? 70 мың аласыз, Мен тауып берем ғой, сіз маған толық адресіңізді, есіміңізді айту керексіз, жылыңызды. Мен 1956 октябрьде туылғам. 17'de жалғыз өзім барам. Осы Түлкібас ауданында, Елтайда тұрам. Елтай? Ол қаяқ алыс па ол? Түлкібастың жаны тұр. Елтай, орыс жерлерде әйтеуір. Бұрын не жұмыс жасадыңыз өзіңіз? Бұрын совхоз тұрдым. Совхоз техникум? Механик болдым. Механик болғансыз ба ол? Алғабас совхозда механик болдым. Бала шағаларыңыз қайда? 3 қызым бар. Бәрін алтауында үйлендірдім. Жалғыз өзім қалып кеттім. Бәрі тастап кетті ма сізді? Жалғыз өзім қалып кеттім. Балдарым, қыздарым мені тастап кетті. Жалғыз өзім тұра бердім. Сіз рұқсат бермедіңіз негізі? Рұқсат берген жоқпын негізі. Ең кішкентай кенже балаңыз да қарамады ма сонда? Ең кішкентай кенже қызым Жаңыл деген. Аха. Ол Шубаровка ауылында тұрады. Қай ауыл? Шубаровка деген. Шубаровка, Шубаров ауылы. Білем, Шубаров ауылында тұрады. Мен жалғыз өзім қалып кеттім. Әйтеуір амалдап күнге өрелермейтін. Сізге мына әкімшіліктерден ешқандай көмек бермеді ма? Көмекші үйіңізді тазалап беретін үстіңізге қарайды. Сол әкімшілікке барған жоқпын. Бару керек қой негізі. Сондайлар сізге өзі қолдау көрсетеді шамалы да әкімшілік. Осындай жалғыз басты үлкен кісілерге, пенсионерлерге үйіңізді тазалап береді, үстіңізге қарайды. Үйім таптағы әдемі. Ішпейсіз? Онда 15 тамды. Арақ ішпейсіз. Не, мусорса ящиктен бір нәрсе алдыңыз ғой. Теріп атсыз да қазір. Ол не, бутылка тапсырасыз ба сонда? Ана бутылка алдым. Оны барып тапсырасыз? Тапсырам, сатам ғой. Сатасыз? Сөйлесін көрем. Жалғыз өзім, ертайдан жалғыз өзім. Жылап еңіреп, жалғыз өзім. Тамақ жасап? Кәрелер үйіне бардым. Мені аласыңдар ма дедім кәрелеріне. Үйерге түскеніне тамақсыз жатасыз бол. Үйер түрме сияқты ғой. Одан қата бір әйел тауып алды. Қай жерге барып едіңіз сіз? Анау қалаға барғам, Шымкентке. Шымкенттегі қариялар үйі осылай деп айтты ма? Кәрелерге барып едім. Тамақ бермейміз деді ма? Тамақ береміз деді. Bir yerге түскеннен кейін тамақ ішесіз, ұйықтайсыз болды. Үйерге кіргеннен кейін болды. Шығармаймыз сізді. Өтіп жалғыз өзім қалып кеттім. Бір барғасын өзі шығармайды екен, Шығармайды. Түссем болды. Ана бастығына айтып едім. Үйерге түссем, мені ауылма қайтарда жібересіңдер ме дедім, жібермеймін. Түстіңіз болды тұрады. Ауқатсыз, ұйықтайсыз. Сосын сіз қарсы болдыңыз оған, Барғыңыз келмеді содан кейін, Мен ондай өмірге мен шыдай алмаймын. Дұрыс. Дұрыс қой, мен шыдай алмаймын. Жоқ, балдарыңызға айтып көрмедіңіз ба? Мен соңымнан кеп, мен осылай қариялар үйіне жатайын деп жатырмын. Тамақ береді екен, бірақ соңымнан кеп тұрасыңдар ма деп. Барып едім, кәрелеріне барғанда айттым. Үйерге түскенімде ол шықпайсыз. Мен сізді бұлай апаруға шамам жетпейді дейді. Балаңыз айтты ма? Балам айтты. Мен жылап жібердім. Мұндай өмірі құрсын дейді. Одан да қариялеріне барып түспей-ақ қойын дейді. Келіндеріңіз де келіп қарамай ма? Балаларыңыздың әйелі бар ма? Балаларымның әйелдері бар. Келмейіп. 3 бала
üç kızım var. Bärini de üýlendirdim. En sonunda jalgyz özüm kalıp ketdim. Tamak alıp bereyim mi sizge? Alıp ber sen. Жүріңіз. Мына тамақ, мына сата ма тамақ? Осы кафеде сатады. Bilgen yok. Жүріңіз ке. Gelіңіз orada. Ата жүріңіз. Қоясаң ешкім тиіспейді оған. Камера бар бәрі ол жерде. Қандай тамақ ішесіз алыңыз, таңдап алыңыз. Тамақ болғанда сорпа лағынан ғана қалды. Мейлі енді қалың машина. Чай беріңіз, ә? Чай ішесіз ба? Чай беріңіз, чай. Kurpoç tamak. Ya, ana jigi var, oturaverib zaten. Gaz alıp keledi. Әкешім арқасы ер, тірегімсің тау тұлғалы. Мүмкін бе өте барлы, қарызымды алдындағы. Жаныма кел, енді сенде жайлы өмір сүру үшін. Мен де саған парасылды арнаймын қолымдағы. Шүкір әке жайдың кеңге бұл күні тамырыңды. Енді ғана керем сенің ұғынып қадіріңді. Таңдарыма арманыма түсіріп жарығыңды. Жүрсің әке әлі күнге еселеп бақытымды. Әкешім арқасы ер, тірегімсің тау тұлғалы. Мүмкін бе өте барлы, қарызымды алдындағы. Жаным әке енді сенде